Саламатсыздар ма, құрметті құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы еңбек құқығының субъектілері. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрағымыз еңбек құқығының субъектілерінің түсінігі және түрлері. Екінші, еңбек құқығының субъектілері, оның құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі. Үшінші сұрағымыз еңбек құқығындағы арнайы субъектілігі. Яғни бұл тақырып еңбек құқығының негізгі институттарының бірі болып саналады. Өйткені еңбек қатынастарының мазмұнын анықтайтын, құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыратын тікелей қатысушылар субъектілер болып табылады. Еңбек құқығы субъектілері еңбек қатынастарына қатысатын және еңбек заңдары бойынша құқықтар мен міндеттердің иесі бола алатын жеке және заңды тұлғалар. Еңбек қатынастары субъектілері арқылы ғана пайда бола алады, өзгереді және тоқтатылады. Еңбек құқығының субъектісі дегеніміз еңбек қатынастарына қатыса алатын, құқықтық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі бар тарап. Әр субъектінің өзіне тән құқықтық мәртебесі болады. Субъектінің құқықтық мәртебесі негізгі үш элементтен тұрады. Бірінші, құқықтық қабілеттілік, яғни еңбек саласында құқықтарға ие болу мүмкіндігі бар. Екінші, әрекет қабілеттілігі. Бұл құқықтарды жүзеге асыру, міндеттерді орындау қабілеті бар. Үшінші, еңбек құқық субъектілігі. Еңбек қатынастарына қатысу қабілеті болады. Еңбек құқығында құқықтық қабілеттілік пен әрекет қабілеттілігі көбіне бір мезетте пайда болады. Бұл еңбек саласының өзіндік ерекшелігі болып табылады. Еңбек құқығындағы субъектілерді бірнеше топқа бөлеміз. Бірінші топ жеке еңбек субъектілері, яғни олар қызметкерлер, жұмыс берушілер, олардың өкілдері. Екінші, ұжымдық субъектілер. Олар кәсіподақтар, жұмыс берушілер бірлестіктері, ұжымдық өкілдіктер. Үшінші, мемлекеттік субъектілер, яғни олар мемлекет, үкімет, мемлекеттік еңбек инспекциясы, сот органдары және әлеуметтік әріптестік органдары болып табылады. Қызметкерлер еңбек құқығының негізгі субъектісі. Қызметкер еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін жеке тұлға. Ол еңбек процесінде өзінің жеке еңбегін орындайды. Қызметкердің құқықтық қабілеттілігі. Қызметкердің еңбек құқық субъектілігі жасына, денсаулығына, қабілетіне байланысты. Еңбекке жалпы рұқсат етілетін жас 14 жас. 15 жаста ата-анасы немесе қамқоршысы келіссе ғана жасай алады, рұқсат етіледі. 14 жаста тек жеңіл жұмыстар, яғни сабаққа кедергі келтірілмейтін еңбекке рұқсат етіледі. Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты арнайы қорғаныс нормалары бар. Қызметкерлердің негізгі құқықтары. Бірінші, еңбек етуге және кәсіп таңдауға құқығы бар. Екінші, қауіпсіз еңбек жағдайына. Үшінші, әділ және кемсітусіз еңбекақы алуға. Төртінші, демалысқа. Бесінші, кәсіподаққа кіруге немесе шықпауға құқығы бар. Алтыншы, еңбек дауларын шешуге қатысуға құқығы бар. Қызметкердің міндеттері. Еңбек тәртібін сақтау, еңбек функциясын адал орындау, техника қауіпсіздігін сақтау, жұмыс берушінің ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындау, осыларға міндетті. Қызметкердің құқықтары мен міндеттері еңбек шарты мен еңбек кодексі арқылы жүзеге асады. Жұмыс беруші еңбек қатынастарының екінші негізгі субъектісі болып табылады. Жұмыс беруші еңбек шартын жасайтын, қызметкерге жалақы төлейтін және жұмыс орнын қамтамасыз ететін субъект болып табылады. Жұмыс беруші ретінде жеке кәсіпкер, заңды тұлға,
ұйымдар мен фирмалар және жеке тұлғалар да шыға алады. Жұмыс берушінің құқықтары: қызметкер қабылдау және жұмыстан босату, еңбек тәртібін белгілеу, ішкі нормативтік актілерді шығару, ынталандыру және тәртіптік жаза қолдану, өнімділікті арттыру шараларын қабылдау. Жұмыс берушінің міндеттері: жұмыс берушінің міндеттерінің ауқымы өте кең. Ең маңыздысы: бірінші, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау. Екінші, еңбек ақыны уақытылы төлеу. Үшінші, жұмыс орнын қажетті құралдармен қамтамасыз ету. Төртінші, еңбек шартын сақтау. Бесінші, еңбекке қатысты құжаттарды жүргізу. Алтыншы, әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу. Жетінші, еңбекті қорғау талаптарын орындау. Жұмыс беруші еңбек заңнамасын бұзса, әкімшілік жауапкершілікке, қажет болған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке де тартылады. Қызметкер мен жұмыс берушінің өкілдері еңбек құқығында өкілдік институты маңызды рөл атқарады. Қызметкерлердің өкілдері кәсіподақтар ұйымдары, кәсіподақ болмаған жағдайда қызметкерлердің тікелей сайлаған өкілдері. Қызметкерлер комитеттері: өкілдер қызметкерлердің мүддесін қорғайды, ұжымдық шарт жасасады, еңбек дауларында олардың атынан әрекет етеді. Жұмыс берушінің өкілдері: ұйым басшысы, құрылымдық бөлім басшылары, жұмыс берушілер бірлестіктері, заң бойынша уәкілетті тұлғалар. Олар жұмыс берушінің атынан еңбек шартын жасайды, еңбек тәртібін белгілейді, кадр саясатын жүргізеді. Кәсіподақтар еңбек құқығындағы маңызды субъект. Кәсіподақтар қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында құрылады. Кәсіподақтардың негізгі функциялары: ұжымдық шарттар жасасу, еңбек заңнамасын сақталуына қоғамдық бақылау, жұмыс берушімен келіссөз жүргізу, еңбек дауларын шешуге қатысу, жұмыскерлерге құқықтық және әлеуметтік көмек көрсету. Кәсіподақтар еңбек құқықтарының кепілдік ретінде маңызды рөл атқарады. Жұмыс берушілер бірлестіктері: бұл ұйымдар жұмыс берушілердің экономикалық және құқықтық мүдделерін білдіреді. Олардың функциялары: әлеуметтік әріптестікке қатысу, тарифтік келісімдер жасасу, еңбек саясаты бойынша ұсыныстар әзірлеу, кәсіпкерлік мүдделерін қорғау. Бұл ұйымдар еңбек нарығын тұрақтандыруға үлес қосады. Келесі: мемлекеттік субъектілерінің рөлі. Мемлекет еңбек қатынастарының толыққанды субъектісі ретінде еңбек саласын реттеуге қатысады. Үкімет және атқарушы органдар: олар еңбек саясатын қалыптастырады, нормативтік актілер қабылдайды, әлеуметтік әріптестік жүйесін үйлестіреді. Мемлекеттік еңбек инспекциясы: мемлекеттік еңбек инспекторлары еңбек заңнамасының сақталуын тексереді, құқық бұзушылықтарды жояды, жұмыс берушілерге нұсқама береді, қызметкерлердің арызын қарайды, әкімшілік жаза қолдана алады. Сот органдары: сот еңбек дауларын шешеді, жұмыстан босатудың заңдылығын тексереді, жалақы бойынша дауларды қарайды, қызметкерлердің құқықтарын қорғайды, және сот еңбек құқықтарын қорғаудың соңғы әрі ең жоғарғы органы болып табылады. Әлеуметтік әріптестік органдары: әлеуметтік әріптестік үш тараптың, яғни мемлекет, жұмыс берушілер және қызметкерлер өзара келісімі негізінде жүзеге асады. Бұл органдар республикалық деңгейдегі үш жақты комиссиялар, салалық комиссиялар және өңірлік комиссиялар болуы мүмкін. Олар ұжымдық шарттар, тарифтер, келісімдер әзірлейді, еңбек дауларын алдын алады. Еңбек ұжымдары еңбек субъектілерінің ерекше түрі болып табылады.
Еңбек ұжымы белгілі бір ұйымдағы қызметкерлердің жиынтығы. Оның функциялары: кәсіподаққа мүше бола отырып, ұжымдық шарт жасасуға қатысу, еңбек тәртібін нығайту, еңбек қауіпсіздігін бақылау, ұжымдық бастамалар енгізу. Еңбек ұжымдары жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы байланысты күшейтеді. Еңбек құқық субъектілігінің ерекшеліктері. Еңбек құқығында субъектілердің құқықтық мәртебесі келесі ерекшеліктермен сипатталады. Бірінші, жеке еңбек қатынастарының тікелей орындалуы, яғни қызметкер еңбек міндетін өзі орындайды. Екінші, екі жақтың тең құқықтылығы. Қызметкер мен жұмыс берушінің құқықтары тең. Үшінші, ұжымдық мүдделердің болуы, яғни кәсіподақтар, ұжымдық шарттар, әлеуметтік әріптестіктер. Төртінші, мемлекеттік бақылаудың күшейтілген рөлі. Еңбек инспекциясы арқылы. Бесінші, қосымша кепілдіктердің болуы. Кәмелетке толмағандар, әйелдер, мүгедектігі бар тұлғалар үшін. Қорытындылай келе, еңбек құқығының субъектілері еңбек қатынастарының негізгі қатысушылар болып табылады, және олардың әрқайсысы заңнамада белгіленген нақты құқықтар мен міндеттерге ие. Жұмыскерлер мен жұмыс берушілер еңбек қатынастарының өзегін құрай отырып, өзара құқықтық теңдік, келісім және жауапкершілік қағидаттарына негізделе әрекет етеді. Сонымен қатар, кәсіподақтар, жұмыскерлердің өкілдері, жұмыс берушілер бірлестіктері және мемлекеттік органдар еңбек қатынастарын реттеуде, еңбек құқықтарын қорғауда және әлеуметтік әріптестікті дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл субъектілердің тиімді өзара іс-қимылы еңбек заңнамасының сақталуына, еңбек дауларын алдын алуға және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.